кез келген идеологияны тарату үшін адамдарға өте көп қаржылар жұмсауыңыз мүмкін. Көп деген жағындай құралдарды, жабдықтарды қажет етуі мүмкін. Бірақ дін арқылы идеология тарату бұл өте арзанға түсетін, әрі тез таралатын дүние. Сондықтан да дінді көбірек жамылады. Түрлі деструктивті діни ағымдардың басты құралына айналатын себебі осы. Бұл қаржылық жағынан да өте арзанға түседі, әрі жұмыс өте тез жүзеге асады. Эмоцияға өте тез әсер ететін нәрсе ол дін. Сондықтан да бұл бір вакуум дейді ғой, бостық. Біз қазір мына нәрсені түсінбейміз. Халықтың арасында бір бостық бар. Діни вакуум бар. Сол вакуумды егер ұлттық құндылықтармен, дәстүрлі діни бағытпен ол толмаса, ол вакуум бос тұрғаннан кейін бостыққа кез келген идеология келген кезде оған тез қона кетеді, әрі өзіне тез тарталады. Сондықтан біздің ең басты жұмысымыз жаңағыдай дәстүрлі діни бағытты насихаттауды күшейту керек, әрі ұлттық құндылықтарды насихаттау, сол жағынан көбірек жұмыс жасалу керек. Әлеуметтік желі бола ма, басқа да жаңағыдай қоғамдық ортада насихатталуы жағынан, немесе соның жұмыс жасауы жағынан жетілдіруіміз керек болады. Жат діни ағымдар, деструктивті діни ағымдар қалай жұмыс істеп жатыр, соған қарай икемделе білу керек. Ал оған икемделе алмаған жағдайда біз дәстүрлі бағыттың аудиториясы өздігінен жоғала береді деген сөз. Себебі аудиторияны жаулап алу ол мына заман талабына байланысты дүние. Сондықтан да кейде жаттанды дүниелерден, қасаң жолдардан кейде басқа бағыттарда да жұмыс істеу керек болады.